Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биология пәнінен 3 тоқсанға арналған тыржыбы жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: төмендегі графикте спортшылардың қол жаттығуларын жасау кезіндегі бұлшықеттегі гликоген мөлшері берілген. А тапсырмасы: графиктегі мәліметтерді пайдалана отырып, А және Б спортшыларының жаттығу жасау қарқындылығының бұлшықеттегі гликоген мөлшерінің өзгерісіне қандай әсері бар екендігі туралы қорытынды жасаңыз. А спортшысында гликоген мөлшері жоғары, ал Б спортшысында гликоген мөлшері төмен. Б тапсырмасы: жаттығу жасау аралықтарындағы уақыттың қол бұлшықетінің төзімділігіне әсері қандай екендігін болжаңыз. Үздіксіз жаттығу жасау бұлшықеттің қажуына әкеледі. Бұлшықетте үздіксіз оттегі қажет болады. Екінші тапсырма: төмендегі суретте ДНК молекуласының бөлігі көрсетілген. ДНК молекуласының құрылымдық бөліктері фосфор қышқылының қалдығы мен дезоксирибозаны суретке белгілеп көрсетіңіз дейді. Сіздерге фосфор қышқыл қалдығы мен дезоксирибозаны белгілеп көрсеттім. Келесі: бос бөліктерге комплементарлы азотты негіздерді толықтырыңыз дейді. Мына жерде аденинге тимин, гуанинге цитозин болады. Үшінші тапсырма: жасушалық циклдің интерфазасындағы ДНК-ның екі еселенуі жүретін кезеңді атаңыз. С. Синтетикалық кезең. Төртінші тапсырма: төмендегі суретінде жасушалық циклдің сызбасы берілген. Суреттегі сызбада интерфазаның G1 және G2 кезеңдерін тиісті әріптерді пайдалана отырып белгіленіз. Суретте G1 мен G2-ні сіздерге белгілеп көрсеттім. Интерфаза кезеңін неліктен дайындық кезеңі деп атайтындығын түсіндіріңіз. Жасушаның бөлінуі жүрмейтіндігінен биосинтез қарқынды жүреді және органоидтардың екі еселенуі жүретіндігінен. Бесінші тапсырма: төмендегі суретте сарымсақтың тамырының ұшында белсенді бөлініп жатқан жасушалар көрсетілген. Суретінде көрсетілген жасушалардың бөліну типін анықтаңыз. Митоз бөліну типі митоз. Жасуша бөлінуі кезіндегі профазада болатын өзгерістерді сипаттаңыз. Ядро қабықшасы ядрошық жойылады. Хромосомалар жуандап, қысқарады. Хроматидтер центромерлер арқылы байланысады. Бөліну жүйкесі пайда болады. Алтыншы тапсырма: суретте жасушаның мейоздық бөлінуі берілген. Суреттегі ақпаратты пайдаланып мейоз кезеңін анықтаңыз. Анафаза біріншісі. Жетінші тапсырма: мейоз нәтижесінде 4 жасуша түзілсе, митоз нәтижесінде 2 жасуша түзіледі. Мейоз нәтижесінде түзілген жасушалардың митоздық жолмен бөлінген жасушалардан жоғарыда аталғаннан басқа екі айырмашылығын салыстырыңыз дейді. Бірінші айырмашылығы: мейоз кроссинговер, генетикалық рекомбинация және хромосома саны гаплоидты. Екінші айырмашылығы: митоз генетикалық біркелкілік және хромосома саны диплоидты. Келесі 8-ші тапсырма: Мендельдің бір заңын тұжырымдаңыз. Біркелкілік заңы бойынша әртүрлі таза сұрыптарға жататын және бір-бірінен альтернативті жұп белгінің тек біреуінен ғана айырмашылығы бар. Гомозиготалы ағзаларды шағыстыру кезінде бірінші ұрпақ фенотипі және генотипі бойынша бірдей болады. Ұрпақ ата-аналардың тек біреуінің белгілеріне ғана ұқсайды. 9-шы тапсырма: төмендегі сызбада бұршақ тұқымының сыртқы пішініне жауапты доминантты және рецессивті аллельді гендері көрсетілген. Олар S үлкен және S кішкентай деп белгіленген. Сызбаны пайдалана отырып аллель терминіне анықтама беріңіз. Гомологтық хромосомалардың бірдей үйлескісінде орналасқан геннің әртүрлі күйі. А және Б әріптерінің тұсына тиісті ұғымдарды жазу арқылы сызбаны толықтырыңыз дейді. А гетерозигота, Б кедір бұдырлы бұршақ. 10-шы тапсырма: толымды және толымсыз доминанттылықты салыстырыңыз. Бір ұқсастық пен бір айырмашылықты көрсетіңіз. Ұқсастығы: аллельді гендердің әрекеттесуі. Айырмашылығы: толық доминанттылықта аллельді жұп геннің біреуі басымдылық көрсетеді.
толымсыз доминанттылықта тұқым қуалаудың аралық сипаты орын алады. 11-ші тапсырма болашақ ағзаның жынысы ұрықтану кезінде анықталады. Ол зиготадағы хромосома жиынтығына байланысты. Төмендегі бос орынға сүт қоректілердің жынысын анықтаудағы хромосомалардың рөлін түсіндіретін сызбаны көрсетіңіз дейді. Аналықта тек X хромосома, тек 2X хромосома болады. XX аталықта 1X және 1Y хромосома болады. Баланың жынысы ұрықтанған кезде анықталады. Аналық жұмыртқаға X хромосомасы бар сперматозоид енсе, қыз XX, ал Y хромосомасы болса, ол XY. 12-ші тапсырма. Сызбада А, Б, О қан топтары жүйесінің тұқым қуалауы көрсетілген. Генеалогиялық шежіреде кейбір адамдардың қан топтары берілген. Сызбаны және символдарды пайдалана отырып, 2 және 4 индивидтің фенотипі мен генотипін анықтап, жауабын кестеге толтырыңыз. Сіздерге кестеге толтырып бердім. Келесі 5-ші Б тапсырмасы. Сызбада көрсетілген шежіреде неше ұрпақ берілгенін анықтаңыз. 3 ұрпақ берілген. 13-ші тапсырма. ДНК-ға талдау жасау арқылы баланың ата-анасын дәл анықтай алатын әдісті анықтаңыз. Бұл биохимиялық әдіс. Б. 14-ші тапсырма. Төмендегі суретте адамға қажетті инсулин гормонын өндірудің кейбір сатылары берілген. Суретте көрсетілген құрылымның атауларын қандай әріптермен көрсете отырып кестені толтырыңыз дейді. Бактерия Е, инсулин гені С, плазмида Д. 15-ші тапсырма. Тағам өнеркәсібіндегі биотехнологиялық жолмен алынған өнімдерге мысал келтіріңіз. Нан, арақ-шарап, сүт өнімдері. Осымен ТЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.